10 жыл бірге оқыдық. Оның енді өнерін, өлең айтатын, өлең шығаратын мен енді кішкентай кезден білеміз. Енді осы алдымыздағы өткен Алматыдағы конкурста бірінші орын келіп алып отыр енді. Енді біз өте қуаныштымыз. Өзі осы жерде треугольник дейміз, үш жолдасымыз тұрамыз. Есенғали деп жаңа айтып кетті. Сарайбарымен келем барды. Одан кейін енді Теміртауда бір жолдасымыз, екі жолдасымыз тұрады, енді бесеуміз енді. Сонау енді кім ойлаған енді, міне картайған шақта балаларымызды ұясына қондырып, ұясынан ұшырып еткенде міне басымыз бірігіп, мен сол мектеп кезінде бізді ойлаған жоқпыз, осындай болашақ боламыз. Да, шал енді ойладық қой, бірақ енді бірге тұрып, міне бірге қуанышымызды бөлісеміз деген енді ол кезде мечта да болған жоқ. Міне Алланың жазуымен міне жолдас, дос болып, міне Бөкеңнің бүгін бірінші орын алып келгенін атап отырмыз. Енді Бөке, саған айтарым, өміріңіз ақ болсын, жемісті болсын өнерің. Енді сен бақытты адамсың. Мысалы енді қасыңда Сарқат, балаларың қасыңда, міне құдалар қасыңызда. Сен бақыттысың, сол бақытың арманға жалғаса берсін. Дастарханың тек қана осындай қуанышқа жайылсын. Сіздерге де соны тілеймін. Алқыда мына әке алған бірінші орныңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, осылай биіктен көріне беріңіз. Енді өзіңіз өнерлі, өнегелі құдамызсыз, ары қарай үстем бола берсін өнеріңіз. Баладардың арасында күліп ойнап жүре беріңіз, осылай қартаймаңыз ешқашан. Бақытты өмір сүре беріңіз баладардың ортасында. Дастархандарыңыз әрқашан осындай қызыққа жайыла берсін. Ай сайын. Ай сайын. Енді бақа үйленсе, денсаулық болсын, сол барлықтарыңызға денсаулық тілеймін, осылай қуанышқа жинала беріңіздер. Грамота болса жақсы болады. Ал енді Бөкем Алматыға барып бірінші орын алып жүлделі лауреат атанып қайттыңыз. Енді мынандай оған бәріміз қуанып жатырмыз. Осылай еңбегіңіз үстем болып, әрқашанда жаңағындай телевизордың бетінен көріне беріңіз. Біз қуанып жүре берейік, басымыз аман, деніміз сау болсын. Осыменен тоқтамай әрі қарай тағы да енді Астанаға барып жүлде орын алып келу керек. Сөйтіп бізді қуанта беріңіз. Басыңыз аман, деніңіз сау болсын. Ал кәне сол үшін көтеріп қояйық. Биіктен көрініп жатсыз ғой, анау негізі бала кезінен деп айтасыз ғой, жібермейді бүйтті, задан анау жақтан бала кезінен. Может енді және что-то Құдайға қарағаныңызға мен айтып тұрмын, бір жерге жібермей қойған ғой оқуған әлі. Соны айтам мен. Обалына қалған сарқыт. Өмір бақи күресіп мен уже Металлургқа сразу сезіптім, что-то значит бірдеңе бар, Құдайға бірдеңе білдірген ғой. Зато бәрібір міне уже есте қалатындай балаларыңызға, немерелеріңізге, шөберелеріңізге осы үлкен дәрежеге жетіп жатсыздар. Деніңіз сау болсын. Әрдайым әлі де осылай шапқылап жүре беріңіз, өлеңін айтып, Қазақстанның Қарағанды облысын көтеріп. Енді келесіде енді Астанадан көрсетсін. Үлкен не бар ғой? Театр. Конгресс. Конгресс қой. Сол биіктен көріне беріңіз, деніңіз сау болсын. Бұның бәрі енді сізді осылай жүрген енді 50% құдағилыққа қалай айтсыз? Қасыңызда құдағыңыз аман болсын. Осындай сыйластығымыз жарасып, осындай жақсылық, қызықты басымыз қосыла берсін. Дендеріңіз сау болсын әрқашан. Ақстоның өтеусіз жай қалар ма? Борыштығын не бір тарқан данада, тірлік сеуі келе жатқан дүниеге. Ей адамдар, жол беріңдер анағым. О, қаналар осындай сан
болсын жасыңдағы кәріңде, сыйынатын болсын мүлде құдірет. Сыйынар ем ана деген Тәңірге. Рахмет.